Сәлем, қожа, қалың қалай? Не істеп жатсың? Қарлығаштарға ұя сап беріп атқан балшықтан. Ескі ұялар бұзылып қап, новыйын сап беріп атқан. Қарлығаштың өз сап алатын еді ғой? Ол жетім қарлығаштар әкелер тастап кеткен көп балалы. Не істейміз сен? Не істейінді қарны ашып кетті? Қара жорға беліп шықты. Өзіңізді қартайып қалдым деп ойламайсыз ба? Жоқ. Мен қазір жаныма жас қыз әкеліп қойсаң, түнімен ұйықтатпаймын. Сонда не істейсіз түнімен? Қорылдаймын. Иванович, осы Чапаев ауданының әкімімін. Есіміңіз? Есімім Сымбат Сымбатович. Сымбат Сымбатович. Чай, кофе? Кофе. Сіз нешесіз? Чай ішемін. Маған кофе, чай. Басын істейма сенің? Кеп маған жағдайын айтайын деп отқан кісі ғой. Мен жоғалып кетпеймін ешқайда. Бағжан кішкене сыртқа шығып тұр. Жаңа уборныйға бар, темек шегіп кел, класстастарыңмен аралас. Мен жанымда тұра бермеш, балам құсап. Болды ғой? Араласпашы сен вообще. Сымбатовичтен ұят болды. Кешіріңіз, мына Ахимовта тобастар бар да. Қораға кірдім. Не бар? Басым сыймайтын жерге көтін тұқтым. Керем осы сен қай жылғысың? 1315. Қойыш? Иә. 1315-тер же осындай оқып қалдың ба? Біз орыстың қыздары осындаймыз ғой. Тез өсеміз. Керем осы сенен бірдеңе сұрайшы. Сұраңыз. Неге осы орыстың мамалары соска болады? Соска жеп өскеннен кейін шығар. Соска жеп өскенсің бе әлде? Шошқа жеп өскенсің ба? Өзіңіз де жеп өскен сияқтысыз ғой. Иә, жаңа түсте колбаса жеген ғой, содан қойдым.